Астында мінген сәйгүлігім жас қанат атты адай тұлпары. Бұл тұлпар Францияда, Дубайда 160 шақырымдық бәйгеде бірінші орын алып, күллі қазақтың атын әлемге аян еткен тұлпар. Ал Сейсен Аратовтың уайымы еселене түскен. Ол Ресей жерінде өткен жарысқа қос сәйгүлігін сайлап барды. Сахарада өскен тұлпарлар бастапқыда орманда алқапқа кірмей қиғылық салыпты, бірақ шабандоздың шеберлігі жолда қалдырмады. Үміт ақталды. Алтынғалидың астына мінген ойлы есімді тұлпары 80 шақырымдық додада мәре сызығын бірінші болып кесті. Тайталасып келе жатқан Кабардин тұқымдас жылқы екінші болса, онымен құйрық түстесіп қазақтың қасқатайы жетті. Аламанға бұл екі сәйгүлікті де Сейсен Аратов жаратып қосқан болатын. Сонда ағылшынның сұлу сәйгүлігімен келіп, тұрқсыздау адай жылқыларын есеке теңегендердің аузына құм құйылды дейді ол. Мұнаттармен тона жердің түбінен кетіп тұрсыңдар ма, не қылып жүрсіңдер дегендей алып. Құланды ауылының тұрғыны Ұзақбай Келбетов жет атасынан келе жатқан атбегілік дәстүрді жалғастырушы. Оның қаршығасы таяуда өткен халықаралық жарыста бәсекелестерін шаң қаптырды. 80 шақырымға қиналмай шапқан тұлпардың алдында алдағы жылы 150 шақырымдық марафон тұр. Атбегі 6 рет аламанға қатысып, 5-еуінде жүлделі болған жүйрігіне сенімді. Тек тіл жоқ адам былай. Бомер есімін иеленген мына тұлпар халықаралық додаға дайындықты бастап кетті. Атбегілер ұзақ қашықтыққа шабатын жылқыдан үлкен үміт күтіп отыр. Жануар жуырда ғана Қырғызстанда өткен халықаралық жарыстан жеңіспен оралыпты. Міну мәдениетінің дамуына атсалысып келеді. Ол 100-ден астам балаға ат жалын тартуды үйретіпті. Жасөспірімдер бәйгеден өзге көкпар тартуды, аударыспақ пен теңге ілу секілді ұлттық ойындарды меңгеруде. Байрағым, талыста танауай көрігім, жанымдағы серігім, азылың хайуан демесең, малдан да бөлек ай келімің, түлкідейінде тұңғатып, бөрідейінде жолдарды. Ризанға барғанда бірінші қосылардың 6 жасарап, 80 шақырымда бірінші келеді. 80 шақырым алғашқы бәйгесі да? Алғашқы бәйгесі. Бектас сана 80 шақырымға шапқан тайың алғашқы бәйгесінде бірден бас жүлдені алған екен. Мына жарықтық жануарын кешегі 120 шақырымнан осы емес бірінші орын алатын. Осы. Бұл жасы нешеде, атын қандай? Жар атты тұлпарымыз. 10 жаста. Бұл бірінші рет емес қатысып тұрған. Осымен 4 рет қосылып тұр. Рязанға осы 2 рет баруы. Ал міне құрметті маңғыстаулықтар, Ұлы дала жорығының 1200 шақырымына жеттік. Сөндір. Алла бұйыртса, бірер минуттардан кейін біздің Маңғыстаудың көк мойнақ командасы көштің алдын бастап мәреден кіретін болады. Төртеуі де түгел. Мінекей біздің Маңғыстаудың көк мойнақ командасы мәреден өтейін деп келе жатыр. Құттықтай берсеңіздер болады, маңғыстаулықтар. Міне Рәбім ағамда 1200 шақырымды бағындырды. Ой, жарайсыңдар. Мынау біздің батыр жігіттер 1200 шақырымды, сонау 1200 шақырымды шаршамай, шалдықпай, сабырлықпен өтіп кеткен шабандоздарымызға және барша осы көмектескен жігіттерге бәріне бар жақсылықты тілейміз. Құтты болсын, оң болсын. Машалла. Жылы адай жылқысының күшін тексеру үшін Маңғыстауда сынақ өткізген. Сонда жауын қызыл деген ат 354 шақырым жерді шауып өтіпті. Әрине жолда тоқтатып суытып отырған. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ауыр техниканы сүйрету үшін 3000 жылқыны Маңғыстау жерінен алдыртқан деген дерек бар. Міне, адай жылқысының асыл тұқымды жылқылардың қатарына жатқызылуда